Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, тойымды салат түрін дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болып видеоны соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен тауықтың төс етіне тұз, қызыл паприка және де сұйық майымызды құйып, жақсылап ысқылап, араластырып 15 минутқа маринадқа қойып қоямыз. Сонан соң духовкаға 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Суыған тауықтың төс етінің жартысын осылай әдемілеп жіңішкелеп турап аламыз, ал қалған жартысын соломка етіп тураймыз. Кеңірек ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте бір қиярымыздың бас жағын және түп жағын алып тастап, оны да соломка етіп жіңішкелеп турап шығамыз. Келесі кезекте маринадталған қиярымызды соломка етіп тураймыз. Жұмыртқамыздың ағынан сарысын ажыратамыз, және де ағын соломка етіп турап шығамыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Бетіне әсемдеуге бір қызанағымызды жіңішкелеп бірнеше осындай бөліктерге бөлеміз. Салатымызға жүгерімізді саламыз. Сухаримызды не болмаса кирешкемізді саламыз. Келесі кезекте заправкамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның сарысын жақсылап еземіз. Оған 2 немесе 3 ас қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және де осы араластырған заправкамызды салатымызға қосып, салатымызды толығымен араластырамыз. Аздап тұздан сепсеңіздер болады. Әдемі болу үшін салат жапырағын осылай жайып, соның бетіне салатымызды салып шығамыз. Бет жағын сәндеу үшін тауықтың төс етін қоямыз, және де қызанақты осылай әдемілеп қойып шығамыз. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше күн жақсы.